Өзімізге қарасты елімізде, жерімізде негізі батыр азаматтар көп қой. Батыр азаматтар. Қандай батыр? Елін қорғаған емес, жерін қорғаған емес, басқа да нәрселерде бір жақсы көрініп, бір елін сондай жердегі батыр емес. Ол не істейтін? Әйелін ұратын батырлар көп та бізде. Сондай батырлар көп та бізде. Ол не? Әйелдің қадірін дұрыс түсінбейді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Кім-кім әйелін ұрса, қияметтің күнінде оған мен араша түсем деген. Мен араша түсем. Егер әйел адам күйеуінің жағдайын жасаса, 5 уақыт намазын оқып, оразасын ұстап жүрген болатын болса, ол жәннатқа кіреді деген. Сондықтан әйел затын біз бағалауға тырысуымыз керек. Қазіргі кезде осы нәрселер біздің қоғамда қатты белең алған ғой. Ол дұрыс. Негізі шариғатта ұру деген нәрсе бар. Әйелді ұру бар. Бірақ та шартымен бар. Шарт бар олар. Әй-шайға қарамай, ананы істемедің деп ұрып, ананы істемедің деп ұра беруге болмайды. Аллах Тағала Ниса сүресінде келтіреді, егер де әйелдерің сендерге қарсы келіп бағынбаса, бірінші не істеңдер? Фаизухунна. Оларға уағыздаңдар дейді. Бірінші істейміз, уағыздаймыз. Әлемдердің Раббысы Алла не деп айтты? Ерлеріңе бағыныңдар. Егер де оның айтқанын қылмасаң, сен не дейді? Періштелер саған лағнет айтады. Ертең қияметте жағдайың қиын болады, Құдай. Бұл деген болмайды. Егер бұлай жолғаса берсе, біздің шаңырағымыз ертең шайқалады деп есту керек, уағыздау керек. Кейбір енді кішкене болады, мінезді қатындар болады шамалы. Сөзді, басқа нәрсені елемейді олар. Ол кезде не дейді? Екінші, фахжуругунна фил мадажи. Төсектеріңді бөлек салыңдар дейді. Қызықта бір қарасаң, әйеліңмен бөлек жатсаң, бір келіп кетер пайда жоқ сияқты да бір. Бірақ та Алланың әрбір үкімінде хикмет бар. Әйел адам ең бірінші нені қалайды? Өзінің күйеуі оған қызыққанын қалайды. Өзінің күйеуі оған қызыққанын қалайды. Діндегі жалпы әйелдер солай. Енді қоғамдағы кейбір әйелдер басқа біреуге кетіп қалмасын деп қызықтырады да. Басқа біреуге кетіп қалмасын. Алланың разылығын қызықтырмайды. Ана басқа біреуге кетіп қалмаса екен деп әйтеуір өйтіп әдеміленіп деген сияқты. Егер де осындай әйелдің бойындағы табиғатқа бөлек жату қайшы келеді екен да. Яғни саған ол қызық емес. Ол саған не істегені, сәнденгені, саған қаратқысы келетіні, осындай наказание да оларға. Біреу оған да не істеген жоқ, көнген жоқ. Уағыз айттың, тыңдаған жоқ. Мешітіңе барып айт деді уағызды. Төсегін бөлек салдың, маған сен көшіп кет деді. Үшінші не істеу керек дейді? Уадрибухунна. Ұрыңдар дейді. Яғни шарттары бар екен. Жайдан жай өтірік сылтауларды тауып алып, немесе кішкене масайып алып ұра беруге болмайды екен да. Егер де дініңе қайшы келетін, я болмаса бір арыңа қайшы келетін нәрселерді қарсы келсе, уағыздайсың, төсегіңді бөлек саласың, сосын барып не істейсің? Ұрасың. Мынандай сөз бар. Еркектердің ең әлсізі, әйелдерін ұрғандар, еркектердің ең әлсіз деген сөз бар да. Бірақ та Аллах Тағала адамның жаратылысын біледі. Өйткені бізді кім жаратты? Бізді Алла жаратты. Алла біздің табиғатымызды бізден артық біледі. Ал бізден артық білген болса, таяқты жемей бағынбайтын қатындардың бар екенін де біледі да, былайша айтқан кезде. Мынадан кейін барып не істейтін?
сабасына түсетін адамдардың бар екенін біледі да, сол үшін Құран кәрімде не істеді? Үшінші ұрыңдар дейді. Ондай қатындар, ондай келіншектер, ондай әйелдер жалпы бар қоғамда. Бірақ та не істеу керек? Шариғаттың шеңберінен шықпау керек. Аяттың жалғасында, егер сендерге бойсынып жатқан болса, ұруға басқа себеп іздемеңдер. Айттым, көнді ма? Ұруға себеп іздеме. Төсегіңді бөлек салдың, түсінді, келді, кешірім сұрады ма? Ұруға басқа себеп іздеме. Өйткені шариғаттың шеңберінен шығып кетесің сен. Көрдіңіз бе? Сондықтан ислам дінінде әйел затын тек қана осындай жағдайда ғана көзі көгермейтін, көзі шықпайтын жағдайда не істеу керек? Кішкене сабасына түсіріп қоюға болады екен. Бірақ та әйел затының осындай нәрселерге біз апармауға тырыстыруымыз керек өзіміз. Түсінікті ғой?